Сәлем достар, бүгін мен сіздермен өте дәмді дамский пальчик тортын істейміз. Ең алдымен каналға тіркеліп, лайк баса кетіңіз. Ең алдымен біз ыдысымызға суды, сүтті, шым-шым тұз және қант қосып, оның үстінен сары майымызды салып, жақсылап майымыз ерігенше араластырамыз. Майымыз толықтай еріп болғаннан кейін үстіне ұнды қосып, дәл видеодағыдай қалыпқа келгенше жақсылап араластырып тұрамыз. Асты жабысып қалмауы керек. Өзінің формасынан ұстағаннан кейін құрғақ ыдысқа алмастырып, кішкене суытып аламыз. Суығанына көз жеткеннен кейін барып жұмыртқаларымызды біртіндеп салып, миксермен жақсылап араластырамыз. Қатты қою және қатты сұйық болмауы керек. Осындай дәл видеодағыдай болуы керек. Және де кондитерлік қапшыққа саламыз. Ендігі кезекте пешті 180 градусқа қыздырып қойып, дайын болған заварной тестамызды табамызға өзіңіз қалаған формада жайластырып шықсаңыздар болады. Мен таяқша және домалақ пішінді бердім. Менде дәл осылай 3 лист шықты. Барлығын осылай қызартып пісіріп аламыз. Енді кремін дайындаймыз. Бізге креміне сметана мен сгущенка. Тағы да бір кремнің түрін постқа жазып қалдырып кетемін. Сол түрімен де жасап көрсеңіздер, өте дәмі керемет болып шығады. Енді барлығын жақсылап араластырып, ыдысымызға жайластырамыз. Үй жағдайында оңай жасалатын, дәмі керемет болып шығатын, аса көп заттарды қажет етпейтін дамский пальчик тортымыз осылай дайындалады. Бір жасағаннан сәтті шығатын рецепт, және де келген қонақтарыңыздың алдына ұялмай қоя аласыздар. Оформлениясын өздеріңіздің қалауларыңыз бойынша әртүрлі жеміс-жидектерді қолдансаңыздар болады. Мен шоколадты ерітіп үстіне құя қойдым. Дайын болған дамский пальчик тортымызды 2 сағатқа холодильникке қоя тұрамыз. Достар, сіздер де жасап көріңіздер. Сіздерге дәмі ұнайтынына сенімдімін. Каналға тіркеліп, лайк баса кетіңіз, және де комментарийға өз пікірлеріңізді қалдырып, қоңырауша белгісін басып қойыңыздар.